Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға өте дәмді әрі оңай дайындалатын банофи пай пирогын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға електен өткізілген ұнды және де қант ұнтағын, содан соң жарты шай қасық разрыхлитель салып араластырып аламыз. Содан соң үстіне бөлме температурасындағы майымызды салып крошки жасап алатын боламыз. Осылайша май мен ұнды араластырып алдық. Содан соң бір жұмыртқаның сары уысын және де бір толықтай жұмыртқа қосып қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Қыздар, артық басқа ешқандай да зат қоспаймыз. Тек қана осы екі жұмыртқамен әдемі қамыр илеп шығатын боламыз. Қамырдың басы біріккеннен соң осылайша столдың үстіне қойып, әдемілеп жұп-жұмсақ етіп илеп аламыз. Қыздар, бізде песочный тесто шығатын болады. Өте нәзік жұп-жұмсақ етіп илейміз. Осылайша жұп-жұмсақ болған қамырымызды холодильникке салсақ та болады, немесе бірден жасай берсек те болады. Мен бірден жасай беремін. Формамызды алып, формаға ешқандай да пергамент қағазды төсеудің қажеті жоқ. Менің формамның асты құртылғандықтан беттері алынып тұрғаннан соң осылайша пергамент қағазын қойдым. Үстіне жаңағы қамырымызды қойып, барлық жеріне жеткілікті етіп жасап алатын боламыз. Мендегі форма 26 сантиметрлік форма. Қыздар, 24, 22, 26 сантиметрге істей бересіздер. Осылайша қамырды барлық жеріне жеткілікті етіп, біркелкі етіп жайып алдық. Және де осылай шеттерін вилканың немесе қолыңыздың көмегімен тегістеп шықсаңыздар болады. Міндетті түрде қамырымызды орналастырып болғаннан соң үстерін вилкамен басып шығатын боламыз. Дайын болған қамырымызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Содан соң бананды да турап дайындап қоямыз. Бананнан негізінде 2 банан қоссаңыздар жақсы болады. Сол кезде кішкене қалыңдау етіп турайсыздар. Менде үйде бір ғана банан болғандықтан барлық жеріне жету үшін осылайша жұқарақ етіп турап алдым. Содан соң біз кремін дайындайтын боламыз. Холодильникте салқын болып тұрған сливкиді алып, кез келген 30-33% сливки қолдансаңыздар болады. Сливкимізді алып, содан соң үстіне сахарный пудраны сеуіп миксерлейтін боламыз. Жай көлемнен бастап үлкенге қарай айналдыра отырып миксерлейміз. Және де біздің массамыз қою массаға айналатын болады. Осылайынан ыдысымызды көтерген кезде жерге түспей, өзінің қалпын сақтап тұрған кезде біздің креміміз дайын деген сөз. Қыздар, қатты одан да ұзақ миксерлемейміз. Алғашқы қоюланған кезінде, дайын болған кезінде миксерді өшіретін боламыз. Ұзағырақ миксерлеп жіберсеңіздер, май сияқты болып кетеді. Дайын болған қамырымыздың үстіне вареный сгущенкамызды жағып шығамыз. Қыздар, сапалы вареный сгущенка қолдануға тырысыңыздар. Осылайша барлық жеріне біркелкі етіп жағып алатын боламыз. Қыздар, менің видеоларым ұнап жатса, менің каналыма тіркеле отырыңыздар. Менің каналымда үй жағдайында жасалынатын көптеген видео рецепттерді таба аласыздар. Вареный сгущенкамызды жағып алдық. Содан соң жаңағы дайындап қойған бананымызды орналастырып шығамыз. Қыздар, бананды мен ертерек турап қойғандықтан осылай қарайып тұр. Сол үшін де жаңағы пирогымыздың қамыры дайын болғаннан соң барып тураңыздар. Осылайша бананды барлық жеріне жеткілікті етіп орналастырып алдық. Содан соң кремімізді өзіңізде бар кез келген насадкаға құйып, жаңағы пакетикқа құйып орналастыра береміз. Егер де сізде мынандай темір насадка болмаса, пакетиктің өзімен де құйып, бас жағын кесіп тастап құйсаңыздар да болады. Менің мына насадкамның да бір жақ шеті сынып тұрғандықтан дұрыс құйылмай тұр. Осылайша тек қана пакетпен құйып шықсаңыздар да болады. Кремімізді барлық жеріне жеткілікті етіп осылайша орналастырып алдық. Қыздар, неке осымен біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде холодильникте 5-6 сағатта ұстаймыз. Сол кезде кремдері сіңіп, өте жұмсақ болып тұрады. Осылайша какао сеуіп сәндеп қойсаңыздар да болады, сеппесеңіздер де болады.
және де қыздар холодильникке міндетті түрде салып қоямыз. Сол кезде кремі бір-біріне сіңіп жұп-жұмсақ болып тұрады. Мен холодильникке салғаннан кейін түсіруді ұмытып кетіппін. Өте дәмді болып шығады. Қыздар міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Өте оңай жасалатын пирогтардың бірі. Қыздар, видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.